Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен 8-ші сыныптың 3-ші тоқсандағы тжб-сын талдайтын боламыз. Бұл бізде екінші нұсқа. Ескертіп айта кетейін, бірінші нұсқаныкімен дәлме-дәл ұқсайды. Енді бірінші есеп шығарып көрейік. Бұл жерде кестеде 15 жастағы оқушылардың бойларын өлшеу нәтижелері көрсетілген. Мәліметтер бойынша жинақталған жиілікті табыңдар дейді. Бұл есеп өте жеңіл. Енді оқушылар саны 20 болып тұр ғой. 20 болады. Ал 146 мен 150 аралығында осы 20 мен 30-ның қосындысы, ол бізде 50 болады деген сөз. Ал енді 20, 30, 35-ті қосып шығамыз. Тікелей 50-ге 35-ті қосам деп түсіне беріңіз. 85 болады. 85-ге 45-ті қосатын болсақ 130 болады. 130-ға 50-ге қоссаңыздар бізде болады 180. 180-ге енді 60-ты қосатын болсақ бізде 240 шығады деген сөз. Бірінші есептің кестесі толықтай толтырып шықтық. Енді екінші есеп. Y тең 3x квадрат минус 5x плюс 2 функциясының графигі А нүктесі 2-де 7 нүктесі арқылы өтеді ме дейді. Жауаптарыңды негіздеңдер. Енді А нүктесінде мына бірінші не тұр ғой бізде? X-іміз қаншаға тең? 2-ге тең деген сөз. Ал Y-іміз 7-ге тең деген сөз. Демек, функцияның орнына қойып шығамыз. Сол кезде 7 тең Y-тің орнына 3 көбейтілген 2-нің квадраты азайтылған 5 көбейтілген 2 қосылған 2 дейміз. Енді қазір бізде теңдіктің екі жағы теңдей болып шығатын болса, онда өтеді деген сөз. Функциясының графигі осы нүкте арқылы. Егер теңдей болып шықпайтын болса, өтпейді деген сөз. Енді жерде 2-нің квадраты 4, 3-ке көбейтеміз 12, азайтамыз 5-ті 2-ге көбейтсек 10, қосамыз 2. Енді 12-ден 10-ды азайтамыз. Ол бізде 2, 2-ге 2-ні қоссақ 4 шығады екен. Бұл екеуі тең емес. Демек, жауап арқылы өтеді ме деген кезде жауабы жоқ деп жауап бересіздер. Міне, жауаптарыңды негіздеңдер дегенге мына жердегі орнына қойып тексергенімізді жазасыздар. Y тең x квадрат минус 6x плюс 8 функциясының графигі y бойшының қияды ма дейді. Жауапты негіздеңдер. Енді мына есеп өзі примерно 5 балл береді екен. Жұмысы сәл көбірек. Шығарайық бәрібір де. А деп қойық. Енді о Y болатын болса, бұл жерде X-тің орнына 0 қоясыздар. Сол кезде Y табылады бізде. Y тең 0, Y тең 0-дің квадраты минус 6 көбейтілген 0 қосу 8 дейміз. Сол кезде Y тең 0 шығады, 0 шығады, 8 шығады деген сөз. Енді бізде X-тің орнына 0-ды қойдық. Сол кезде Y-іміз 8 шықты деген сөз. Енді бұл жерде 0 мен 8 Y ойшын қияды ма деген кезде иә деп жауап бересіздер. Неге екенін мен қазір 4-шісінде график сызам ғой. Сол кезде айтатын болам. О X осымен қиылысу нүктелерін табыңыз дейді. Ондай кезде енді Y-тің орнына 0-ды аламыз. Сол кезде 0 тең x квадрат минус 6x қосу 8 болады екен. Енді мен кәдімгі жазылу реті бойынша жазылайын. Минус 6x плюс 8 тең 0 деп. Мынау кәдімгі бізде квадрат теңдеу, оны вейт теоремасымен шығарсылайық. x1 мен x2-нің қосындысы не болу керек? Тең, мына жерде минус 6 беріліп тұрса, мына жерде. Мына жаққа осыған қарама-қарсы санауымыз плюс 6 болады. x1 мен x2-нің көбейтіндісі. x1 мен x2-нің көбейтіндісі мына жерде плюс 8 тұр, соның өзін аламыз. Енді x1 неге тең? x2 неге тең? Осындысы 6 болатын, көбейтіндісі 8 болатын, ол x1-іміз бізде 4 болады, x2-іміз 2 болады. Демек бізде 4 Y-тің орнына бағана 0-ды алғанбыз. 4-те 0 және де 2-де 0 болады деген сөз. Енді
кеттік. Үшіншісіне парабола төбелерін анықтаңдар дейді. Парабола төбесін анықтау үшін мен көбіне парабола теңдеуін қолданамын. Y тең x минус x нолевой квадрат қосылған y нолевой деп аласыздар. Бұл бізде формула. Енді y тең қалай алсақ x квадрат минус 6x. Енді ана жерде плюс 8 деп тұр ғой, плюс 8 мен бұлай аламын, плюс 9 минус 1 деп. Бұлай алуымның себебі мен мына жерді көріп тұрсыздар ма? Осы жерді мен қысқаша көбейту формуласына келтірдім деп тұр. Сол кезде y тең болмыз сол кезде y тең екі мүшенің айырмасының квадратына келіп қалады. X минус 3-тің квадраты деп аласыздар, минус 1. Енді формулаға қарасақ, y тең x минус x нолевойдың орнына бізде x нолевойдың орнында 3 тұр деген сөз. X нолевой тең 3 деп аласыздар. Ал y нолевойымыз бізде қанша болады? Минус 1 болады деген сөз міне. Мынауымыз бізде y нолевой, мынауымыз бізде x нолевой болып тұр. Енді төртіншісі графигін сал деп тұр. Графикті сал десе, мен мына жақта сіздерге программа арқылы көрсете салайын. GeoGebra дейтін осы график салатын программаға кіреміз. Старт калькулятор деп басамыз. Бізде y тең x квадрат қосу емес бізде минус 6x қосылған 8 дегеннің графигін табу керек еді. Міне бізде парабола шығып тұр графигі, көріп тұрсыздар. Енді сәл астына қарай түсірдім де, ана жерде қиып ала салайын. Мысалы мына жерге қойсақ. Көріп тұрғандарыңыздай сіздерге көрінеді деген ойдан сәл дәл өтейін. Енді басында мен қараңыз, о y дегеніміз бізде мына жағы, о y дегеніміз бізде мынау тігінен жатқан координатаны айтады. Ал о x деп мынау көлденең жатқан координатаны айтады. Тігінен жатқан кейде вертикаль деп айтады, ал көлденеңнен жатқанды горизонталь деп айтады көбіне. Енді мысалы қараймыз, біріншісінде бізде не шығып еді? Міне, мынау 0 мен 8 шыққан еді. 0 мен 8 деген міне x-тің бойында 0-де жатады, y-тің бойында 8-де жатады деген сөз. Мына нүкте. Көріп тұрсаңыздар, ox осінен қиып өтіп жатыр. Және де екіншісі b нүктесі 4-те 0 болды. 4-те 0 дегеніміз міне x-тің бойында 0, x-тің бойында 4, y-тің бойында 0-де жатыр. Одан кейін 2-ден 0 болып тұр, 2-ден 0 деген ол бізде мына жерді айтады. Мына бізде графигі де салынып тұр. Төртінші тапсырманы осылай дәл графигін салып, 8-ден былай қарай өткізіп, бүйтіп сіздер қаламмен парабола сала саласыздар. Сіздерге GeoGebra программасы пайдалы болатын болса, комментке жаза кетіңіздер. Немесе өз қолымен сызғаным дұрыс болады ма? Сіздердің ойларыңызды білу мен үшін өте маңызды. Төртінші есепке барайық. Төртінші есепте де бұл жиілікке байланысты екен. Кестеде ойын-сауық кешенінде балмұздақта әр айда сатылым мөлшері тоннамен берілген екен. Деректерді жиіліктерді интервал кестесі түрінде интервал 0,5 қадаммен құрыңдар дейді. Енді кесте сызылайық мына жаққа қарай. Есептеп алайын. Жетпесе сода саламыз. Сәл кесте қисық болса айып етпейсіздер.
Енді мынау тізбекте бізде 12 айды көрсетіп тұр, дұрыс қой, бір жылда 12 ай бар. Оның ішінде ең аз сатылған мөлшер бізде көріп тұрғандарыңыздай 0,3 міне. Ал ең көп сатылғаны 7 айда сатылған 2,4. Демек мен бұлай кесте құрам, 0,3 деймін, ең аздан бастап. Оған бағанағы 0,6 қадам дегенді құрыңдар деген соны қосып отырам. Демек 0,3-ке 0,6-ны қоссақ 0,9 болады деген сөз. Жай жақшамен жазылады екіншісі. Енді осы 0,9-дан осыған 0,6-ны қосам, ол 1,5 болады деген сөз. Енді келесіміз 1,5 тік жақшада болады. Осыған 0,6-ны қосамыз. Ол 2,1 болады. Жай жақша. Енді 2,1-ден қаншаға шейін? 0,1 қосақ 2,7-ге шейін болады екен. Енді ары қарай алудың қажеті жоқ, өзі 2,4-пен бітіп тұр. Ол 2,7-дің аралықта бар деген сөз. Енді 0,3 пен 0,9-ның арасында қайсысы кіреді? Мысалы, біріншісі кіреді, екіншісі кіреді, үшіншісі де кіреді, төртіншісі де кіреді. Мына бесіншісін ала алмаймыз. Себебі мына жерде уже жай жақшамен тұр да. Егер ол тік жақшамен тұратын, ол екінші қатарға алынып кетті. Тағыдан ол 12-ші қатарда 0,10-дан 7 шығатын жуық шамамен есептейтін болсаңыздар. Енді санап шығайық. Нешеуіне галочка қойдым. Мынау есептемей қойыңыздар. Өшір слайд. Так, мына жерде 1, 2, 3, 4 и соңында 5. Көрдіңіз ғой, Так, енді өзге пастамен жазайық. 0,9, 0,9, 1,2 кіреді, 2,4, 2,6 кірмейді. Так, ең үлкен 2,6 екен мен бағана. 2,4 деп қателесіп кеттім. Так, 1,124 кіреді мына аралыққа, 1,5-дің арасында дегенде. Және де мынау кіреді деген сөз. Сөзде бізде қанша екен санап шығайық. 1, 2, 3, 4. Мына жерде қанша болады? 4 болады деген сөз. Енді 1,5 пен осы 1,5 пен 2,1-дің аралығында. Ол бізде әрине 1,8 болады. Және де тағы қайсы? Басқа жоқ, көріп тұрсыздар. 2,4 пен 2,6 бұл 2,1-ден үлкен ғой. Келесі аралыққа кетеді. Демек, мынаған 1 деп жазамыз. Және де мына екеуі бізде маркермен жазылайық. Мына екеуі. Олар бізде қанша болып тұр сонымен? 2 болып тұр екен. Мына бізде кесте құрылды. Деректерде жиіліктер, интервалдар кестесі түрінде. Интервалдар кестесінде жазылып тұр. Үстіде 0,6 қадаммен құрыңыз деген қанша бар екені де жазылып тұр. Мына кесте. Оқушылар, видео түсінікті болса, егер сіздерге пайдалы болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Енді мен 5-ші есепті шығарайын. Екі темір жол станцияларының ара қашықтығы дейді. Так. Темір жол. Екі темір жол. Мысалы, А, мына жерді Б деп қоя салайық. Бірінші пойыз, мысалы, мынау Т1 уақыт болады. Мына Т2 уақыт болады деп алайық. Екі темір жол станцияларының ара қашықтығы 96 км, мына 96 км деп жазып қойық. Бірінші пойыз бұл ара қашықтығы екінші бағанға қарағанда 40 минут тез жүріп өтеді дейді. Мен мысалы мына жерде 40 минут деп тұр, ал жылдамдықтың өлшем қарасаңдар километр бөлінген сағат. Демек, мына 40 минутымыз қазір не істейміз? Оны 60-ға бөліп тастайық. 60 минутқа. Бәрібір де сағатқа айналдыруымыз керек. Сөзі осы екеуі қысқараттан неше шығады? 20-ға қысқартсақ 3-тен 2 сағат шығады деген сөз. Енді мен ережені жазып қойын. Біріншіміз көріп тұрсыздар, бірінші сағатымыз тез жүріп өтеді дейді. Демек, біріншісі екіншісінен қарағанда, мысалы біріншісінің жылдамдығы екіншісінен қарағанда қанша болады деген сөз? 40 минутқа аз болады. 3-тен 2 сағатқа. Демек, мынауымыз сәл ертерек келеді ғой. Например, бұл примерно 5 сағатта жүрсе, мынау 6 сағатта жүреді деп айтайық. Демек, мен Т1-ге қосуым керек бұл жерде. Т1 қосылған
3'ten 2 тең Т2 деп аласыздар. Қазір осы бойынша бізде теңдеу құрастырылады. Енді ары қарай бірінші пойыздың жылдамдығы екіншіге қарағанда 12 км сағатқа артық дейді. Мысалы, V1 деп жазып қояйық. X қосылған 12 өлшем бірлігін жазылар километр бөлінген сағат. Ал V2-нікі кәдімгі обычный X километр бөлінген сағат болады. Енді мысалы бізге Т1-ді табу үшін не істеу керек? Жалпы біз формуламыз қандай формула? S тең V көбейтілген Т деген формуламен шығарамыз. Мына формуламен. Көріп тұрсаңыздай. Осы жерден Т-ны табатын болсақ, S-ті не істейміз? V-ға бөлеміз. Демек, бізде мына жерде Т1-ді табу үшін мен общий 96 километрді V1-ге бөліп тастаймын. 96 бізде 96 бөлінген X плюс 12 дейміз. Өлшем бірліктерді жазбай қойық. Т2 тең Т2-ні табу үшін тоже 96-ны аламыз да X-ке бөліп тастаймыз жылдамдыққа. Енді мен мына теңдеуге қоям орнына. Т1-дің орнына 96 бөлінген X қосылған 12 қосылған 3-тен 2 тең 96 бөлінген X болады. Енді мен теңдеуді шығарам ары қарай. Теңдеуді енді шығару жолын көк сиямен жазайын, қарсы болмасаңыздар. Енді ортақ көбейткіш табылайық барлығына. Ортақ бөлімге келтіру үшін осы үшеуінің көбейтіндісін аламын ғой. Осы үшеуінің көбейтіндісі. Сол кезде 3x ақшаның ішінде x қосылған 12 болады. Демек, мынада не жоқ бізде? X плюс 2 12 бар бұда. Бұда 3x жоқ. Біріншісіне біз 3x-тан береміз деген сөз ортақ бөлім. Ал мынада 3 бар. Бұда x жоқ, және де x плюс 12 жоқ деген сөз. Ал мынада x бар. Бұда 3 жоқ, және де x плюс 12 жоқ деген сөз. Енді оқушылар ары қарай есепті шығарайық. 3x көбейтілген 96. 96-ны 3-ке көбейтсек 270, 18, 288 x шығады деген сөз. Қосылған x-ті x-ға көбейтеміз, x квадрат болады бұл жерде. X квадратты 2-ке көбейтеміз, 2x квадрат болады. X-ті 12-ке көбейтем, 12x болады, 12-ні 2-ке көбейтем, 24x болады. Тең, жақшаны осылай ашқан дұрыс болады. Енді 96-ны 3-ке көбейтем, ол бағанағы. Мысалы, қалай тез көбейтуге болады десеңіздер, мынандай лайфхак алып кетейін. 90 деп аласыздар, 90-ны 3-ке көбейтесіздер. 270 болады. Және де 6-сы бар, 6-ны 3-ке көбейтесіздер, 18 болады. Сосын екеуін қоса саласыздар. Көбінде мысалы мен жылдам көбейту үшін осылай қолданамын. 288x, 96-ны 3-ке көбейтіп, 12-ке көбейту үшін оны енді міндетті түрде калькулятормен көбейтейік. Жаттап алайын. 96-ны 3-ке көбейтеміз, 288 көбейтілген 12 3456 қосылған 3456 шықты. Енді барлығын бір жаққа қарай өткізетін болсақ, мына екеуі бізде қазір қысқарып кетеді дейміз. Өткізген кезде оны бірден қысқарта салайын. 2x квадрат қосылған 24x. Енді бері қарай 3456-ны бөліп тастаймын. Тең 0-ге. Барлығы 2-ке бөлінетін түсінікті. 2-ке бөліпсең x квадрат қосылған 24 бөлсек 12x. Енді 3456-ны бағанағыдай 2-ке бөле салайын. 1728 деді. Минус 1728 тең 0 дейміз. 1728. Енді бұл жерде дискриминантпен шығарсылайық. Дискриминант дегеніміз 12-ның квадраты 144. 4-асы бұл формулада. Енді минус отыр. Минусымыз қазір плюс болып кетеді. 1728 4-ке көбейтемін. Калькулятор 1728 көбейтілген 4 дейміз. 6912. 6912
6912. Енді 6912-ке қосамын 144-ті. Шыққан саны 7056 шығып тұр. 7056. Енді x1 x2-ні табуымыз керек. Оның формуласын жазбай қойын. Минус 12 плюс минус түбір астында 7056 бөлінген 2 болады. Тең минус 12 плюс минус түбір астынан қанша шығады екен? Калькуляторды қоса салайық. 84 шығады екен. Қосылған 84 бөлінген 2 дейміз. Енді x1-ді табуымыз керек. x1-ді табатын болсақ, бірінші минуспен есептеймін. Минус 12 минус 84 дегеніміз ол бізде минус 96 шығады. Оны 2-ке бөлетін болсақ, минус 48. Бұл бізде теріс сан болғандықтан жауап болмайды. x2. Енді плюспен есептейтін болсақ, бұл жерде азайтылып кетеді. Минус 12 плюс 84 ол 72 шығады. 72 бөлінген 2 дейміз. Ол бізде қанша? 36. Міне. Осы бізде бағанағы мына жерде жазылып тұр ғой. Міне. Бұл 2. Екінші пойыздың жылдамдығы. Енді жерде бірінші пойыздың жылдамдығын табу үшін не істейміз? V1-ді табу үшін 36-ға қосамыз 12-ні. Өзі қанша шығады екен? 48 километр бөлінген сағат. Енді видеоның сұрағына қайырып жейін, екі пойыздың жылдамдықтарын табыңдар дейді. Енді V1-дің жауабы міне мынау болады. V1-дің жауабы астына сызып қойық. Ал V2-ның жауабы мынау болады. Жазып қоя салайын астына. V2 36 километр бөлінген сағат. Осы келесі жауабымыз бізде. Есеп түсінікті болды деп ойлаймын оқушылар. Енді келесі есепке кеттік. Кеңсе тауарларын сататын дүкен оқушылардың дәптерін сату кезінде кірісті y тең x квадрат қосу 3x минус 40 функциясымен берілген. Бұндағы y кіріс, x бір дәптердің бағасы дейді. Енді мынау A жауабын A несінде не деп тұр? Соны қарайық. Егер бір дәптерді 15 теңгеге сатса дейді. Дәптердің бағасы бізде міне x деп тұр. Ал кіріс деген ол y екен. Демек мен мынау бойынша есептеп кетем. Y тең x-ның квадраты деп тұр ғой. X-ның орнына 15 табамыз деген сөз. 15-ның квадраты қосылған 3 көбейтілген 15 азайтылған 40 тең 15-ның квадраты ол 225 қосылған көбейту оқушылар 3 көбейтілген 15-imiz 45 минус 40. Енді 45-тен 40-ты азайта салайын, 5 оған қоса саламыз 230 болады деген сөз. Міне A бізде табылды. Енді B-ға кеттік. 660 теңге кіріс кіру үшін дәптерді қандай бағамен сату керек? Енді бұл жерде y қой бізде. Мынау дегеніміз y болады. Демек мына теңдеуге не істейміз? Оны y-дің орнына жазамыз мына жерге. 660 тең x квадрат қосылған 3x минус 40 деп алайық. Енді дұрыстап жазылайын. X квадрат қосылған 3x 660-ны айыққаны минус болып кететін болса, ол не істейді? Минус 40-пен қосылады деген сөз. Минус 700 шығады. Тең 0-ге. Енді x1 мен x2-ның қосындысы минус 3-ге тең. x1 мен x2-ның көбейтіндісі минус 700-ге тең дейді. Ол қандай сан болуы мүмкін? Мысалы 700 дегеніміз қазір бір тексеріп қоя салайын калькулятормен. 25 көбейтілген 28. Есімде бар екен. Жақсы. Демек мына жерде x1-іміз бізде минус 28 болады. x2-іміз 25 болады деген сөз. Енді минус жағдайлар мәтін есептерді алынбайды. Демек 25. Екінші B сұрағының ответі былай болады сөзде. Егер
660 теңге кіріс түсіру үшін дәптерді қандай бағамен сату керек? 25 теңгемен сату керек. Оны мынау x сағының орнына 25-ті қою арқылы тексеруге болады. Өздеріңіз байқап көресіздер деп ойлаймын. Болмаса есептей салайықшы. 25-дің квадраты 625. Оған қосамыз 75-ті, азайтамыз 40-та. Демек 625-ге 35-ті қосатын болсақ 660 шығып тұр. Есеп орындалды. Жауап 25 болады екен. Қандай бағамен дәптерді сатқанда ешқандай кіріс болмайды дейді. Демек, ешқандай кіріс y-іміз 0-ге тең деген сөз. 0 тең x квадрат қосу 3x минус 40. Енді бұл жерде де жаза салайын. x1 мен x2-ның қосындысы минус 3, x1 мен x2-ның көбейтіндісі минус 40 деген сөз. Енді бұл жерде мен байқасаңдар вет теоремасын қолданып жатырмын. Вет теоремасы уақыттарыңызды негіз үнемдейді. Шаратын болсаңыздар. 40 дегеніміз ол білем мен. Қосындысы минус 3-ке, көбейтіндісі минус 40-қа тең болатын, ол минус 8 бен 5 екен. Дұрыс қой, қосатын болсақ минус 3 шығады, көбейтетін болсақ минус 40. Минус сан алынбайды. 5 ответ болады деген сөз. Демек, с дәптердің бағасын 5 теңгемен сататын болса, ешқандай кіріс кірмейді деген сөз. Мына 3 тапсырманы да орындадық. 4 балл сіздерде бар деген сөз. Келесі есепке кеттік. Келесі есебіміз бағамды диаграммада дүкендегі қаламдар бағасы бойынша мәлімет берілген. Дүкендегі қаламдардың бағасы дейді. Мына жерде тігінен қаламдар жазылған, қаламның саны, көлденеңінен қаламның бағасы жазылып тұр. Енді А жаттығуында не деп тұр? Бұл енді тым қатты қиын емес, оңай екен. Қаламдардың ішінде нешеуінің құны 53 пен 55 теңгенің арасында дейді. 53 пен 55 теңгенің арасында. Мына жерде мыналарды салып шығамыз ғой, значит. Қанша қалам бар екен? Мына жерде 3 қалам бар екен, қосылған. Мына жерде 8 екеуінде 8 екен. Қосу 8. 8-ге 8 қосамыз 16, 13 қоссақ 19. А жауабы бітті. Әсін орындайық. Қаламдардың орташа бағасын анықтаңдар дейді. Орташа бағасы дегеніміз арифметикалық орта емес па? Демек енді 51 теңгеден тұратын бір қалам бар, 52-ден тұратын 2 қалам бар, 53 теңгеден тұратын 3 қалам бар, 54 теңгеден 8, 55 теңгеден 8, 56 теңгеден тұратын 5 қалам бар. Дұрыс қой, 56 5-ке сәйкес келеді. Мынауымыз 3 қалам. 57 теңге тұратын 3 қалам бар екен. Осының барлығын не істедік тұр бізге? Осының барлығын қанша? 3, 4, 5, 6, 7. 7-ге бөлеміз деген сөз. Тең. Енді бірді тақына ергешін қоссақ 6 болады. 6-ға тақына 2, 16, 22 болады. 22-ге 8 қосамыз 30 болады екен. 30-ды бөлеміз 7-ге. Так, бір тексеру шығарсылайық. 6, 16-ны қостық. 22-ге 8 қостық. 37-ге бөлеміз. Тең. Калькулятор керек. Бұл жерде болмаса аралас бөлшектерінде жазылайық. 30-ның ішінде неше 7 бар? 4 бар. 34,7-ден 2 шығады деген сөз. Бұл осылай аралас бөлшектерінде қала берсін жауабы. Так, бұл 7-ші есеп, 8-ші есебіміз жоқ бізде. Дұрыс. Құрметті оқушылар, осымен екінші нұсқаны талдау соңына жетті. Видео ұнаса лайк басып, коммент жазып, арнаға тіркелуді ұмытпайық. Және де осы видеоны каналдың дамуы өте маңызды болып тұр. Ол үшін сіздердің қолдауларыңыз керек. Мүмкіндігінше достарыңызбен бөлісіп кетсеңіздер өте жақсы болатын еді. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.